жетінші тақырып в тобыдық есептері. 37-де 6-шы есеп. Бізде бірінші берілгені лимит x ұмтылғанда 0-ге, жақша ішінде тангенс 4x бөлінген 2x плюс синус 3x бөлінген x тең болады. Лимит x ұмтылғанда 0-ге, тангенс 4x-ті біз синус 4x бөлінген 2x көбейтілген косинус 4x деп алайық. Және де плюс лимит x ұмтылған 0-ге, синус 3x бөлінген x-ге. Әрі қарай тең лимит x ұмтылғанда 0-ге, синус 4x бөлінген 2x көбейтілген лимит x ұмтылғанда 0-ге, 1 бөлінген косинус 4x плюс лимит x ұмтылғанда 0-ге, синус 3x бөлінген x. Мұнда 2-ні көбейтеміз, сонда 4x болады. Синус 4x-тің 4x-ке қатынасы бізде 1-ге тең болады. Алымында 2-ге көбейтеміз. Одан кейін мұнда 3-ге көбейтеміз, алымында 3-ге көбейтеміз. Тең 2-ні лимиттің алдына шығарамыз. 2 лимит x ұмтылғанда 0-ге, синус 4x бөлінген 4x көбейтілген лимит 1 бөлінген косинус 4x плюс үш лимиттің алдына шығарамыз. 3 лимит x ұмтылғанда 0-ге, синус 3x 3x тең болады. 2 көбейтілген 1 плюс 3 тең 5-ге. Келесі екіншісінде лимит x ұмтылғанда 0-ге, жақша ішінде арксинус x бөлінген 3x плюс синус x бөлінген 2x тең лимит x ұмтылғанда 0-ге, арксинус x бөлінген 3x плюс лимит x ұмтылғанда 0-ге, синус x бөлінген 2x. Біз енді осы жерді тамаша шекке келтіру үшін 3-тен 1-ге бөлімін де алымын да көбейтіп шығамыз. Мұнда 2-ден 1-ге көбейтеміз. Енді 3-тен 1-ді лимиттің алдына қойып жазсақ, екіден 1-ді лимиттің алдына шығарып жазамыз. Бұлғанда 0-ге, синус x бөлінген x тең болады. 3-тен 1 көбейтілген 1 плюс 2-ден 1 көбейтілген 1. 3-тен 1 плюс 2-ден 1. Ортақ бөлімге берсек, мынаған 2-ден, мынаған 3-тен береміз. Сонда бізде 6-дан 2 плюс 3 тең 6-дан 5 шығады. Келесі үшіншісі. Бізде берілгені лимит x ұмтылғанда 0-ге, жақша ішінде арк
тангенс 2х бөлінген 3х плюс синус 3х бөлінген 2х тең лимит х ұмтылғанда 0-ге арк тангенс 2х бөлінген 3х плюс лимит х ұмтылғанда 0-ге синус 3х бөлінген 2х. Мұнда 3-тен 2-ден береміз. Алымында 3-тен 2-ден береміз. Оны бірден лимиттің алдына шығарып жіберсек. Мұнда 2-ден 3 береміз. Бұнда да лимиттің алдына бірден шығарып жіберейік. Тең болады 3 пен 3 қысқарып, бұнда лимит х ұмтылғанда 0-ге арк тангенс 2х бөлінген 2х болады. Ол бізде тамаша шек. Оның мәні бізде 1-ге тең. 3-тен 2-ні 1-ге көбейтсек, 3-тен 2-дің өзі болады. Плюс лимит х ұмтылғанда 0-ге синус 3х 2 мен 2 қысқарып кетеді. Бөлінген 3х бізде ол табаша шек. Оның мәні 1-ге тең. 1-ді 2-ден 3-ге көбейтсек, 2-ден 3-ді өзі болады. Келесі наған 3-тен береміз, наған 2-ден береміз. Сонда 4-ке 6-на қоссақ 10 болады, бөлімінде 6. Мына жерде 3-ге 3-ті көбейтсек 9 болады екен. 2-ні 4-ке көбейтсек 4 болады, қоссақ 13 болады. Сонда жауабы 6-дан 13 болады. Төртіншісі берілгені лимит х ұмтылғанда 0-ге жақша ішінде арк тангенс 3х бөлінген х минус синус 3х бөлінген 3х. Бұл тең болады. Мына жерден бірден тамаша шекті жасап жіберсек, 3-ті көбейтеміз, алымында да 3-ті көбейтеміз. Лимит х ұмтылғанда 0-ге 3-ті алдына шығарып жіберсек, арк тангенс 3х бөлінген 3х минус лимит х ұмтылғанда 0-ге синус 3х бөлінген 3х. Бұл тең болады 3 көбейтілген 1 минус 1-ге. Тең болады 2-ге. Келесі 37-де 7-ші есеп. Бізде біріншісі лимит х ұмтылғанда 0-ге косинус х дейді. Мұнда х-тің орнына 0-ді қойсақ, косинус 0. Ол бізде косинус 0 градуста, бізде косинустың мәні 1-ге тең. Келесі екіншісі лимит х ұмтылғанда пи бөлінген 2-ге косинус 2х дейді. Бұл тең болады 2 косинус 2 көбейтілген 2-ден пи. 2 мен 2 қысқарып кетеді, сонда косинус пи қалады. Косинус пи дегеніміз косинус 180 градус. Косинус 180 градуста мәні минус 1-ге тең. Келесі үшіншісінде лимит х ұмтылғанда пи бөлінген 2-ге косинус 2х бөлінген синус 3х тең болады лимит х ұмтылғанда пи бөлінген 2-ге косинус 2х бөлінген лимит х ұмтылғанда пи бөлінген 2 синус 3х
x-қа тең болады. Косинус 2 көбейтілген пи бөлінген 2 бөлімінде синус 3 көбейтілген пи бөлінген 2-ге. 2 мен 2 қысқарып кетеді. Косинус пи қалады. Мұнда синус 3 пидің 2-ге қатынасы. Косинус пиде мәні минус 1-ге тең, ал синус 3 пидің 2-ге қатынасы бізде синус 270 градус, онда да мәні минус 1-ге тең. Жауабы 1 болады. Келесі төртіншісінде лимит x ұмтылғанда 0-ге 1 минус косинус 2x бөлінген синус квадрат x-қа. Бұл тең болады. Лимит x ұмтылғанда 0-ге жақша ішіне. Бізде 1 дегеніміз синус квадрат x плюс косинус квадрат x болады. Минус косинус 2x дегеніміз косинус x квадрат пен синус квадрат x-тің қосындысы. Бөлінген синус квадрат x тең лимит x ұмтылғанда 0-ге. Косинус квадрат x пен косинус квадрат x жойылып кетеді. Сонда мұнда 2 синус квадрат x қалады. Бөлімінде синус квадрат x. Синус квадрат x пен синус квадрат x жойылып кетеді. Жауабы 2 қалады. 37-де 8-ші есеп. Біріншісінде лимит x ұмтылғанда 0-ге 1 минус косинус 2x бөлінген тангенс x квадрат. Бұл тең болады. Лимит x ұмтылғанда 0-ге синус квадрат x плюс косинус квадрат x минус косинус квадрат x плюс синус квадрат x бөлінген тангенс x квадрат. Жойылып кетеді. Косинус квадрат x пен косинус квадрат x сонда бізде қалады. Лимит x 0. 2 синус квадрат x бөлінген тангенс x квадрат. Әрі қарай. Лимит x ұмтылғанда 0-ге 2-ні лимиттің алдына шығарып, синус x бөлінген x көбейтілген лимит x ұмтылғанда 0-ге синус x бөлінген x деп жазып алып, бөліміне тангенс x квадрат бөлінген x квадрат деп жазамыз. Бізде лимит x ұмтылғанда 0-ге синус x бөлінген x тамаша шек, оның мәні 1-ге тең. Мұнда да солай, мәні 1-ге тең. Сонда 2 көбейту 1 бөлінген, мұнда лимит x ұмтылғанда 0-ге болады. Сонда бұның да мәні 1-ге тең болады. Бізде бұның жауабы 2-ге тең болады. Екіншісі, берілген лимит x ұмтылғанда 0-ге 3 синус 2x минус 4 синус 5x бөлінген 5 синус 3x плюс синус 5x. Бұл тең болады. Лимит x ұмтылғанда 0-ге синус 2x бөлінген 2x. 2 мен
Синус 2х-тің алдындағы 3-ті бірден көбейтіп лимиттің алдына 6-ны шығарып жібереміз. Минус лимит синус 5х бөлінген 5х деп. Мұндағы 5 пен синус 5х-тің алдындағы 4-ті бірден лимиттің алдына шығарып жүрсек, 20 болады. Бөлінген лимит х ұмтылғанда 0-ге синус 3х бөлінген 3х деп. Синус 3х-тің алдындағы 5 пен мұндағы 3-ті көбейтіп лимиттің алдына 15 шығарамыз. Плюс лимит х ұмтылғанда 0-ге синус 5х бөлінген 5х-қа. Лимиттің алдына 5-ті шығарамыз. Келесі тең болады. Бізде лимит х ұмтылғанда 0-ге синус 2х 2х бөлінген 2х. Бұл бізде тамаша шек, оның мәні 1-ге тең. Сондықтан 6-ны 1-ге көбейтіп, 6-ның өзін жазамыз. Минус, мұнда да дәл солай, мәні 1-ге тең болады, 20-ны жазамыз. Келесі бөлімінде де солай, 15 қосылған 5. Бұл бізде тең болады. Минус 14 бөлінген 20. 0,7. Келесі үшіншісі. Лимит х ұмтылғанда 0-ге 3 синус 2х минус 4 синус х бөлінген 5х минус синус 3х-қа. Тең болады лимит х ұмтылғанда 0-ге 3 синус 2х бөлінген 5х минус 4 синус х бөлінген 5х. 5х бөлінген 5х минус синус 3х бөлінген 5х. Мұнда біз 0,4-ге көбейтеміз. Ал мұнда 0,4-ге көбейтеміз. Ал мұнда 0,2-ге көбейтеміз. Ал мұнда 0,2-ге көбейтеміз. Бөлімінде 0,6-ға көбейтеміз. Оны да 0,6-ға көбейтеміз. Сонда бізде болады лимит х ұмтылғанда 0-ге 0,4-ті 3-ге көбейтсек 1,2 синус 2х бөлінген 2х минус 0,8 синус х бөлінген х. 1 минус 0,6 синус 3х бөлінген 3х-қа. Тең болады. Лимит х ұмтылғанда 0-ге 1,2-ні лимиттің алдына шығарып, синус 2х бөлінген 2х минус 0,8 лимиттің алдына шығарып, синус х бөлінген х. Лимит х ұмтылғанда 0-ге 1 минус 0,6 көбейтілген синус 3х бөлінген 3х-ға. Тең болады 1,2 минус 0,8 бөлінген 1 минус 0,6. 1,2-де 0,8-ді азайтсақ 0,4 болады.
1-ден 0,6-ны азайтсақ, 0,4 болады. Бізде жауабы 1 болады. Төртіншісі. Лимит x ұмтылғанда 0-ге 2 синус 2x плюс 2 синус 3x бөлінген 2x минус 4 синус 2x тең болады. Лимит x ұмтылғанда 0-ге 2 синус 2x бөлінген 2x плюс 2 синус 3x бөлінген 2x-қа. 2x бөлінген 2x минус 4 синус 2x бөлінген 2x-қа. Тең болады. Лимит x ұмтылғанда 0-ге 2-ні лимиттің алдына шығарамыз. Синус 2x бөлінген 2x плюс 2-ні лимиттің алдына шығарамыз. Лимит x ұмтылғанда 0-ге синус 3x. Мұнда біз 1,5-ге көбейтеміз. Алымында 1,5-ге көбейтеміз. Сонда лимиттің алдына 3 шығады. Синус 3x бөлінген 3x бөлінген 1 минус лимит x ұмтылғанда 0-ге 4-ті лимиттің алдына шығарсақ, синус 2x бөлінген 2x-қа. Тең 2 плюс 3 бөлінген 1 минус 4-ке. Тең болады минус 5 бөлінген 3-ке. 37-де 9-шы есеп. Біріншісінде бізде лимит x ұмтылғанда шексіздікке 4x бөлінген x плюс 2-нің квадраты дейді. Тең болады. Лимит x ұмтылғанда шексіздікке 16x квадрат бөлінген x квадрат плюс 2x плюс 4-ке. Тең болады. Лимит x ұмтылғанда 0-ге әр қайсысын x квадратқа бөліп шықсақ, x квадрат бөлінген x квадрат плюс 2x бөлінген x квадрат плюс 4 бөлінген x квадрат. Тең болады. Лимит x ұмтылғанда шексіздікке. Мұнда жойылып кетеді да 16 болады. Мұнда 1 болады жойылып. Мұнда 1 плюс 2 бөлінген x плюс 4 бөлінген x квадрат қалады. Енді біз x-тің орнына шексіздікті қойып есептесек, 16-ның өзі жазылады. 1 плюс 2-ні шексіздікке бөлсек, бізде 0 болады. 4-ті шексіздіктің квадратына бөлсек, онда да 0 болады. Сонда бізде жауабы 16 болады. Келесі екінші есебінде лимит x ұмтылғанда шексіздікке 2x бөлінген x квадрат минус 1-дің квадраты. Ол тең болады. Лимит x ұмтылғанда шексіздікке 4x квадрат бөлінген x-тің 4 дәрежесі. Онда 2x-тің квадраты, сонда 4x-тің 4 дәрежесі минус
x квадрат плюс 2x квадрат плюс 1 болады. Енді әрқайсысын лимит x ұмтылғанда шексіздікке 4x-тің 4 дәрежесін x-тің 4 дәрежесіне бөліп, қалғандарын да x-тің 4 дәрежесін x-тің 4 дәрежесіне бөліп, 2x-тің квадратын x-тің 4 дәрежесіне плюс 1-дің x-тің 4 дәрежесіне бөлсек, жойылып, мұнда 4 қалады. Лимит x ұмтылғанда шексіздікке 4, 1 минус жойылады, жойылып 2 дәрежесі қалады. 2 бөлінген x-тің квадраты плюс 1 бөлінген x-тің 4 дәрежесі. Мұнда да шексіздікті x-тің орнына қойып есептесек, 4 бөлінген 1 болады. Алардан 0 шығады. Сонда бізде жауабы бұнда 4 болады. Келесі үшіншісінде лимит x ұмтылғанда шексіздікке 2 плюс синус x бөлінген 2x минус 1. Тең болады. Лимит x ұмтылғанда шексіздікке лимит 2 плюс синус x бөлінген x 2x минус 1 деп алып, лимит x ұмтылғанда шексіздікке 2 плюс мұнда синус x-ті x-ке бөлген кезде бізде ол былай болады. Синус x бөлінген x көбейтілген 1 бөлінген 2x минус 1-ге тең 2 плюс лимит x ұмтылғанда шексіздікке синус x бөлінген x көбейтілген лимит x ұмтылғанда шексіздікке 1 бөлінген 2x минус 1 тең болады. 2 плюс x-тің орнына мұнда бізде тамаша шек, оның мәні 1-ге тең болады. X-тің орнына шексіздікті қойып есептесек, бізде бұл жерде 0 болады да. 1-ді 0-ге көбейтсек 0 болып, 2 плюс 0 тең болады. Жауабы 2-ге тең. Төртіншісінде лимит x ұмтылғанда 0-ге 4 плюс x квадрат бөлінген 3 минус x квадраттың минус 2 дәрежесі. Ол тең болады. Лимит x ұмтылғанда 0-ге 4 плюс x квадраттың минус 2 дәрежесі. Бөлінген лимит x 0-ге ұмтылған кезде x шексіздікке ұмтылған кезде 3 минус x квадрат минус 2. Лимит x ұмтылғанда шексіздікке 4 бөлінген x квадрат минус x квадрат бөлінген x квадрат. Мына жерде плюс бөлінген лимит x ұмтылғанда шексіздікке 3 бөлінген x квадрат минус x квадрат бөлінген x квадраттың минус 2 дәрежесі тең болады. Лимит x ұмтылғанда шексіздікке 4 x квадрат плюс 1
1-дің минус 2 дәрежесі. Лимит x ұмтылғанда шексіздікке 3 бөлінген x квадрат минус x квадратқа бөлсек 1 болады. Минус 2 дәрежесі. Тең болады. Әрі қарай. X-тің орнына шексіздікті қойсақ, бізде 0 плюс 1-дің минус 2 дәрежесі. Мұнда шексіздікті орнына қойсақ, 0 минус 1-дің минус 2 дәрежесі. Біріншісінде 1-дің минус 2 дәрежесі, екіншісінде минус 1-дің минус 2 дәрежесі. Санның минус дәрежесі ол 1 бөлінген сол санның минус дәрежесіне тең. Бөлінген минус 1 бөлінген 1-дің 2 дәрежесі. Мұнда плюс болады. Мұнда бәрі бірде 1 шығады. Келесі есеп 37-де 10-шы есеп. Біріншісінде лимит x ұмтылғанда 1-ге арк тангенс x минус 1 бөлінген x минус 1. Бұл тең болады 1-ге. Екінші лимит x ұмтылғанда 1-ге арк синус x минус 2 бөлінген x минус 2. Бұл да тең болады 1-ге. Келесі үшіншісі лимит x ұмтылғанда минус 1-ге арк тангенс x плюс 1 бөлінген арк синус x плюс 1-ге. Келесі лимит x ұмтылғанда минус 1-ге арк тангенс x плюс 1 бөлінген x плюс 1. Лимит x ұмтылғанда минус 1-ге арк синус x плюс 1 бөлінген x плюс 1-ге. Алымында да 1, бөлімінде де 1 болады. Демек, жауабы 1-ге тең. Келесі төртіншісінде лимит x ұмтылғанда 1/5-ге арк синус 2x минус 3 бөлінген арк тангенс 2x минус 3-ге. Тең лимит x ұмтылғанда 1/5-ге арк синус 2x минус 3 бөлінген 2x минус 3. Лимит x ұмтылғанда 1/5-ге арк тангенс 2x минус 3 бөлінген 2x минус 3. Тең болады 1 бөлінген 1-ге. Келесі 37-де 11-ші есеп. Бізде бұда шекті табу қажет. Біріншісінде лимит x ұмтылғанда 0-ге арк синус x бөлінген 3x-ға. Мұнда 3-тен 1-ден береміз. Бөлімінде алымында 3-тен 1-ге көбейтеміз. 3-тен 1-ді лимиттің алдына шығарып, x ұмтылғанда 0-ге арк синус x бөлінген x тең 3-тен 1 көбейтілген 1-ге.
тең болады 3-тен 1-ге. Келесі екіншісінде лимит x ұмтылғанда 0-ге арк синус 3x бөлінген 2x-ке. Мұнда 2-ге 1,5-тен береміз, бөлімін де 1,5-ге көбейтеміз. Алымында 1,5-ге, бөлімінде 1,5-ге көбейтеміз. 1,5-ті лимиттің алдына шығарып, арк синус 3x бөлінген 3x деп жазамыз. Мұның жауабы 1,5-ге тең болады. Келесі үшінші лимит x ұмтылғанда 0-ге арк тангенс минус 4x бөлінген 5x. Мұнда минус 0,8-ге көбейту қажет. Мұнда да 0,8-ге көбейту. 0,8-ті лимиттің алдына шығарамыз. Арк тангенс минус 4x бөлінген минус 4x. Бұл тең болады минус 0,8-ге. Келесі төртінші лимит x ұмтылғанда 0-ге арк тангенс 2x бөлінген арк синус 4x-қа тең лимит x ұмтылғанда 0-ге арк тангенс 2x бөлінген 2x лимиттің алдына 2-ні жібереміз. Келесі лимит x ұмтылғанда 0-ге арк синус 4x бөлінген 4x. Лимиттің алдына 4 шығарамыз. Тең болады 4-тен 2-ге. Осымен бізде Б тобының есептері аяқталды.